Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет тоқаштар әзірлейміз. Ең алдымен 350 грамм жылы сүтімізге 10 грамм ашытқымызды қосып араластырамыз. Оның үстіне 120 грамм қант қосамыз, 60 грамм сұйық май қосамыз. Жарты шай қасық қопсытқышты 600-700 грамм оның үстіне қосып, илеуіштен өткізіп, осы массамызға біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ болып шыққан қамырымыздың бетін осылай салафанмен жауып, оның үстінен орамалмен жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымыз көтерілді, етілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырып, қайтадан жылы жерге жарты сағатқа қойып қоясыздар. Қамырымыз екінші рет көтеріліп шықты. Теңде екі бөлікке бөліп алып, бірінші бөлігінен дөңгелек пішінде тоқаштар, ал екінші бөлігінен круассан пішінде тоқаштар жасайтын боламыз. Жасалған тоқаштарымыздың бетін орамалмен жауып, тағы да 10-15 минутқа көтерілуін қадағалаймыз. Тоқаштарымыз орамал астында 10-15 минут көтерілгеннен кейін міндетті түрде бетін жұмыртқаның сарысын жағып шығасыздар. Қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут сеуіп шығуларыңызға болады. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа қойып пісіріп аласыздар. Осымен біздің тоқаштарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Бұл тоқаштарды күнделікті отбасыңызға пісіруге болады, немесе мерекелік дастарханға да ұсынуға болады. Тоқаштарымыз өте жұмсақ болып піседі. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар.